Сәлем достар, сіздермен бірге Жұлдыздар Академиясы және де Жастар бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта Азиз Нұр жігітіміз. Сәлем. Сәлеметсіз. Қалайсың? Жақсы өзіңіз. Жақсы, шүкір, рахмет. Жасың нешеде? 14-те. Сәлем, бізді көптен күткен не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз, сіздермен мен Қазбек Тосбек. Біз бастаймыз. Есімің кім? Сырым, жасың қаншада? 12-те. Бүгін бізде қонақта Назерке қызымыз. Сәлем. Сәлеметсіз. Қалайсың? Жақсы. Сенің жасың нешеде? 8-де. Әділ жігітіміз. Сәлем. Сәлеметсіз. Қалайсың? Жақсы өзіңіз. Жақсы, рахмет, шүкір. Сенің жасың? 13-те. Есімің кім? Сенім. Сенім. Жасың қаншада? 7-де. 7-де? Даусың шығарып сөйлей берсей, көңіл күйі қалай? Жақсы. Есімің кім? Айерке. Айерке, жасың қаншада? 8-де. Есімің кім? Кәусар. Кәусар, жасың қаншада? 10-да. Есімің кім? Нұрасыл. Нұрасыл, жасың қаншада? 10. Көңіл күйі қалай? Жақсы. Тамаша. Нұрасыл, актер дегеніміз кім? Алихан жігітіміз. Сәлем. Сәлеметсіз. Қалайсың? Жақсы. Жасың нешеде? 10-да. Маржан қызымыз. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Сенің жасың нешеде? Мен 12-дем. Келесі айда 20 шілдеде 13-ке толамын. 13-ке толасың, құдай қаласа. Тамаша, бастаймыз ба? Иә? Ақмаржан, саған бірінші сұрағым. Жалпы актер дегеніміз кім? Актер деген кинодағы рөлін сол эпизодқа кіріп, таза ойнап шығатын адам деп ойлаймын. Актер деген киноға түсетін адам. Актер деген адамдарда қызық теледидар көретін жандар. Актер дегеніміз мысалы ойнайтын кезде күліп жылау керек. Ойнау үшін актер дегеніміз ол киноға түсетін адамдар. Видеоларды. Видеоларды? Қандай видеоларды? Күшті. Кинода ойнайтын, фильмде ойнайтын адам. Актер деген сахнада өзінен көрсететін адам. Сахнада ғана ма? Сахнада да өмірде де өзінің қабілетін сындайтын, халыққа өзінен көрсете алатын адам. Деген блогер. Актрисалар, актерлар блогерде болуы мүмкін, иә? Сен қандай өнерің бар? Өлеңді сәл айта алам. Ойыннан құрастырып. Ойыннан құрастырып? Иә. Бізге қазір көрсете аласың ба? Ойыннан құрастырып айта берем ба? Анашым қадірлімдіге, ең махаббатты сен анашым. Сен анашым мені батыр қылып, өсіргенің аялы ақ сүтіңмен. Қандай би үйрете аласың? Қазақша мынандай сырғаны көрсетіп, естіп, қазақша би үйреткен еді апай. Менікі жақсы шығып жатыр ма? Жоқ, бүйтіп. Сөйтіп па? Басқа жоқ па? Балдар билейтін? Балалар билейтін. Оны апай үйреткен жоқ. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. The club isn't the best place to find lovers, the bar is where I go. Me and my friends, share positions, drinking fun, so we talk slow. You can't start the conversation, it's just me, trust me, give it a chance. Now take my hand, stop with the man or jackbox, and we start to dance. And I'm singing like girl, you know I want your love. Your love sent me for someone like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist up, put the body on me. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Рахмет. Тамаша.
Кешірім дегеніміз не ол? Кешірім ол бір жанды ренжітіп алсаң, одан шын көңілмен кешірім сұрау. Мен бір затты сындырып қойсам, анама кешіріңізші деп сұраймын. Кешірім деген біреуді ренжітіп алса, одан кешірім сұрау керек. Одан оған ұрсаң, ол оған кешірім сұрайды. Мысалы, сені адам қатты ренжітсе, соны кешіре білу керек деп ойлаймын. Кешірім дегеніміз не? Сенім? Кешірім. Кешірім дегеніміз не? Кешірім дегеніміз не? Кешірім дегеніміз кешірім деген это извините деген ор. Әр адамды кешіру білу керек деп ойлаймын. Бірақ ол кешірген адам сол қатесін түсініп, ол қателікті екінші рет немесе тағы бір рет қайталамау керек. Ол кезде ол уже кешірімді адамның ол туралы мнениесі өзгеріп кетеді. Сенуге болмайтын сынып қалады. Ал достықты қалай түсінесің сен? Мен достықты мысалы, біреу досың құлақ қалса, оны көмектесетін, сыныптағы жақын достыңды сыныпқа кейін ешқандай доссыз отырмау үшін дос табады. Достық деген ешқашан бір-бірін досыңды сатпай, ол сені сатпай, жақсы қарым-қатынаста араласу. Екі мысалы адам арасындағы сенімділік, екі адам арасындағы мейірімділік және махаббат деп ойлаймын. Достық дегеніміз не? Достық екі адамның достығы. Кім? Достық дегеніміз не? Екі адам. Шығаршы дейді, аузыңды шығарып айта бер. Еркін айта бер. Достық дегеніміз? Ал достық дегеніміз не? Бір-бірімен дос болу керек. Ең жақын досың бар ма? Иә. Кім? Айдана деген. Айдана бар? Қалай ойлайсың, Кәусар, Айдана екеуің араңда қандай жағдай орын алса, екеуің араласпай, дос болмай кетулері мүмкін? Мысалы, мен оған алдымызда ит ұшып қалса, оны қалдырып қашып кетсем, ол дос болмай қалады. Егер де саған бір супер қабілет ұсынса, кинодағыдай сияқты суперспособностьтар болады ғой. Сол кезде қайсысын таңдайсың және де не үшін? Атақты актер болсам. Отты. От? Жоқ, Саски. Саски деген, Наруто Саски дейтін бар ғой. Саски, аха. Соны қабілет. Оның қандай қабілеті бар? Оның ба? Қандай қабілеті? Мықтылық. Мұз жасады. Мұз жасауды? Иә. Аха, неге? Өйткені одан телемейсің және күшті сырғанауға болады. Ұшу. Ұшу? Неге? Астанаға барып, әнші болып кетеді. Ұшып барып па? Қандай ерекше қабілет таңдайсың? Сиқыршы. Сиқыршы? Неге? Адамдардың ойын оқу. Уақытты тоқтау. Уақытты тоқтату? Иә. Неге? Өйткені бір ойыным бар да, сол ойында сондай қабілет бар. Уақыт тоқтап қалса, мысалы, сен сондай құдіретің болса, уақыт тоқтатып қояды. Не істейтін? Көретін, мысалы, басқа шетелге сондай. Уақыт тоқтатып қойып па? Иә. Неге? Уақыт тоқтатпай ақ баруға болмай ма? Болады ғой, бірақ ақшамен бару сондай ғой. Уақыт тоқтатқанда ешкім көрмей оны. Уақыт тоқтатып қойсаң ешкім ақша сұрамайды ғой, Иә. Бірінші маусым қандай күн? Бірінші маусым балалар күні, балаларды қорғау күні. Соны кім ойлап тапқан? Балаларды қорғау күні деп кім ойлап тапқан? Назарбаев. Ба?
Қалай ойлайсың, балаларды қорғау күнін кім не және де не үшін ойлап тапты? Балаларды қорғау күні не үшін дейсіз бе? Балаларды қорғау күні, мысалы балалар, ол жағын ойланған жоқпын. Автобустар тегін болады. Сол кезде балаларын қыдыртуға көбінесе жеңілдіктер болады. Сол үшін деп ойлаймын. Балаларды өз қорғау күнінде сәл даланы көшеге қыдырсын деп ойлап тапты деп ойлаймын. Балаларды қорғау үшін? Кімнен? Кімнен? Бізге қарсы басқа елдерден қорғау үшін керек. Жауларымыздан. Жауларымыздан. Кім біздің жауларымыз? Біздің жауларымыз Қытайлар. Жаздың бірінші күнінен бастап бірінші маусымда қуанады ғой бала, әр бала мереке деп. Сол жаздың бірінші күнінен бастап соңғы 31-30 тамызға шейін сол 1 июньдағыдай күліп жадырап жүрсін деген мақсатта шығарды деп ойлаймын. Танаң сенің айтқанның барлығын істеймін деп тұрса, ең бірінші не істетіп алатын? Киім сондай артаға дедім. Қалаға қылта дедім. Қыдырт деп айтатын бе? Белтебет. Өзіме жаңа компьютер. Ең бірінші Астанаға апарым дедім. Домбыра. Домбыра? Мен вообще кітапқа қызғаным қатты. Кітап ала бергім келеді. Сен 30 жасқа келгенде не істейсің? Өзімге де заттар алатын. Қандай заттар? Телефон. 30 жасқа келгенде ойламадым мен оны. Әлі. Қыдырады. 30 жаста қыдырып жүрсің ба? Басқа ештеңе істемейсің ба? Кей кезінде үйде тамақ жасап жүретемін. Қандай? Мерседес 30 жасқа кейін кейін бала шағаларымды қыдыртуға паркке апаратын едім. Ал 30 жасқа келгенде өзіңді қалай елестетесің? Қоңыр шашты, либо бұйра шашты, бір костюммен әдем машинада елестетемін. Успешная женщина дейді. Ал егерде Шымкент қаласының әкімі болып кетсең, сол кезде не істейсің? Қалаға үлкен зданиялар салдырам, ғимараттар. Үлкен ғимараттар саласын, үй ма, әлде бизнес-центрлер ма, қандай ғимараттар саласын? Бизнес-центр, тағы Неге поликлиникалар, ауруханалар саласын? Жағдайы жеткілікті қылып көмек берер едім. Бастық болып кетемін. Бастық болып кетемін. Саябақ жасайды едім. Саябақ? Неге? Өйткені ол жер күшті. Көшелердің бәрін жөндетедім. Сосын тағы кейбір балалар көп ата-аналарға ақша бөліп береді едім. Бірінші жалғыз аналарға, сосын жетімдерге, мүгедек жандарға көмектесем деп ойлаймын. Көп нәрсе істеген қала өзі жақсы, Шымкент. Ештеңені өзгертпейсің ба? Иә. Бюджеттегі ақшаны жиып отыра бересің, Шық. Негізі жейсің ба? Арасында? Жоқ. Керек кезде? Керек кезде Жейсің, мама папаны жақсы көретініңді камераға қарап айта аласың ба? Мама папа, сендерді жақсы көремін, сендерге рахмет деп. Әкешім, анашым, сіздерге рахмет. Осы әлемге дүниеге келтіргендерің үшін рахмет. Сәлем анашым, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Сіздер болмағанда мен осындай киноға түсіре алмайтын едім, осындай жерге келе алмайтын едім. Рахмет сіздерге. Мен сіздерді шын жүректен барлықтарыңызды жақсы көремін. Мен ең алғаш анам мен әжем қолдаған. Сіздерге көп рахмет. Мама, папа, мен сіздерді өте жақсы көремін.
сіз мені туылғаныңызға өте рахмет. Тамаша. Сәлеметсіздер, бауыма қалайсыздар? Жақында мен сіздерге барамын. Қазіргі таңда мен кастингте апамен бірге сұхбат беріп отырмын. Бәріне сәлем жолдаймын. Сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздерді қатты жақсы көремін. Жақсы, әділ, тамаша, бәрекелді. Ұнады ма саған? Иә, ұнады. Жалпы сұхбатымыз, Иә, біздің киностудиямыз. иә, ұнады. Сенімен танысқаныма қуаныштымын. Саған Мен де қуаныштымын, рахмет. болашақта тек қана жақсылық тілеймін. Рахмет. Армандармен жете бер. Бізге келген үшін көп рахмет. Рахмет. Алдағы уақытта сенімен тағы да көрісеміз деп ойлаймын. Иә? Құрметті достар, егер де сіз де өз балаңызды осындай бағдарламада көргіңіз келсе, төменде тұрған номерге жазылып, Жұлдыздар академиямызға келіп, өз бағыңызды сынап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Динара Нұрбабаева және де жастар бағдарламасы. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.